Бір сәт елестетіп көріңіз. Сіз туған өлкеңізде саяхаттап жүрсіз. Ал сізге жол көрсетіп тұрған жай ғана гид емес. Табиғатты құрметтейтін, өз тарихын білетін, өз елін сүйетін оқушы. Осындай тұлғаларды қалыптастыру менің жауабымның негізгі мақсаты. Сәлеметсіз бе? Менің аты жөнім Наурызбай Мади, және де мен Жасқанат мектеп-лицейінің 10-шы сынып оқушысымын. Мен сіздердің алдыңызға көкжиек гид волонтерлық бастамасы атты ғылыми жобамды ұсынамын. Бүгінгі таңда бірнеше өзекті мәселе бар. Білікті гид мамандардың жетіспеушілігі, оқушылардың тәжірибелік дағдыларының әлсіздігі, экологиялық мәдениеттің төмендігі. Сонымен қатар ішкі туризм қарқынды дамып келеді. Осы жағдайға сұрақ туындайды. Білім беру, туризм және экологияны қалай біріктіруге болады? Осы мәселенің шешімі көкжиек жобасы. Жобаның негізгі мақсаты оқушыларды гид-волонтер ретінде даярлау және олардың туристік, экологиялық әрі әлеуметтік құзыреттілігін дамыту. Көкжиек бұл тек қана оқу емес. Бұл туризм, өлкетану, экология және волонтерлікті біріктіретін жүйе. Жоба оқушыларға білім алып қана қоймай, оны тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Біздің жоба негізгі 3 кезеңнен жүзеге асады. Бірінші кезең ол теориялық кезең. Яғни оқушыларымыз туризмнің негіздерін меңгеріп, экскурсия жүргізуді үйренеді. Сонымен қатар, екінші кезең бұл бізде тәжірибелік кезең. Яғни оқушыларымыз туристік маршруттарды құрап, экскурсия жүргізеді. Үшінші кезең ол бізде қорытынды кезеңі. Яғни оқушыларымыз өз жұмыстарын талдайды және де оларды қорғайды. Жобаның басты ерекшелігі оның тәжірибеге бағытталуы. Болашақта жобаны дамыту үшін цифрлық маршруттар жасау, QR-код жүйесін енгізу және де мобильді қосымшаларды енгізу ұсынылады. Осы тұста сіздерге көкжиек гид волонтерлар тобының қолынан шыққан цифрлық маршрутымызды таныстырғым келеді. Осы сайттан сіз Қызылсай, Қаратау, Тұзбайыр, Үстірт сияқты жерлердің 360 камерамен түсірілген көркем бейнелерін көре аласыз. Сонымен қатар, біздің сайтта сол жерде мекендейтін жануарлар мен өсімдіктерді көре аласыз. Жоба нәтижесінде оң өзгерістер байқалды. Оқушылардың білім деңгейі артты. Пәнге деген қызығушылығы күшейді. Қарым-қатынас дағдылары дамып, жауапкершілік сезімі қалыптасты. Сонымен қатар, экологиялық мәдениет нығайды. Оқушылар белсенді, сенімді және бастамашыл бола түсті. Бұл жоба өзінің тиімділігін дәлелдеді. Волонтерская команда «Көкжиек» побывала сегодня на раскопках у археологов на городище Каракабак и помогла им в проведении исследований этого замечательного археологического памятника. Ең алдымен біз гид болудың қыр-сырын үйрендік. Саяхат барысында адамдарға нақты ақпарат бердік. Бұрын адамдармен сөйлескені қысылатын, қазір өзіме сенімдімін. Көкжиек бұл жай ғана жоба емес. Бұл өз елін сүйетін, табиғатты қорғайтын, белсенді азаматтардың қалыптастырудың жолы. Себебі болашақ біздің қолымызда. Назарларыңызға рахмет.